Аллаға сенген тәуекелшіл, шайтанға сенген күмәншіл болады дейді. Бұл сөздің астары білесіздер ме? Қандай? Ну, по психологии ты либо живешь в иллюзиях, либо в реальности. Тәуекелшіл адам всегда ол реальность өмір сүреді. А шайтан деген ол в основном управляет мыслями, правильно же? Егер оған сенсең, сен онда иллюзия өмір сүресің. И вопрос бізде қандай? Біз кімге сенгіміз келеді? Да, мы же хотим быть настоящим. И Құдайдың мейірімін де біз тек қана осы жақтан көре аламыз. Солай ғой? Тамақтың дәмін сезіну деген ол Құдайдың мейірімі ғой, Оны болашақта сезіне аласың ба, өткен шақта сезіне аласың ба? Или осы шақта ма? Осы шақтағыны. Солай ғой, То есть сен Құдайдың мейірімін де тек қана осы шақта көре аласың, а осы шақта болу үшін максимально себя нужно возвращать. Иллюзиядан шығарып